Бәріне сәлем, ура, сіздерге айтатын бір керемет жаңалығым бар. Ол үшін бұл видеоны соңына шейін көріңіздер. Сол видеоның соңында сіздерге айтып беретін боламын. Қыздар, сіздер армандар орындалады дегенге сенесіздер ме? Негізі армандарыңызды жазып жүресіздер ма, или миыңызда, ойыңызда сақтап жүре бересіздер ма? Негізі армандарды жазып, ақ дәптерге жазып жүрген дұрыс екен. Тек ойда сақтап, ойлап жүруге болмайды да. Ақ қағазға түсірсеңіз ғана Алланың қалауымен орындалады. Кейбір кезде біз ойлаймыз ғой, ой, қош бір арманды осылай жазып қоя салайын дәптерге, бір күні Алланың қалауымен орындалып қалатын шығар деп ойлай саламыз ғой. Олай ойлауға болмайды екен, олай ойлаған дұрыс емес та негізі. Себебі мен өзімнің өмірімнен білемін, армандаған заттарымды, ойымда жүрген барлық нәрсені, мелочь болсын, ол кішкентай қойды арман болсын, соның бәрін ақ дәптерге өзім түсіріп жүрген жақсы көремін, жазып жүремін. Негізі 2020 жылдан бастап мен осындай армандар картамды жасағам, өзім армандап, қиялдап. Бір қиялдасам бар ғой, соңына шейін қиялдап кетемін ғой, бүкілін армандап, дауысы арманыма жетпейінше сосын қоймаймын да, мен мақсат қоямын алға. Осылай армандарымды мен ақ дәптерге жазып, армандар картамды жасап қоямын. Осылай енді Алланың қалауымен барлық армандарыма жай-жайдан жетіп жатырмын, шүкір. Сол қыздар, сіздерге айтатын кереметтей жаңалығымның бірі осы. Сіздермен де бөлісіп қояйын деп жатырмын. Негізі жақсылықпен бөліссең көбейеді дейді ғой, сондықтан сіздерге уже екінші отбасым болғандықтан сіздермен де бөлісіп жатырмын. Біз осындай ақ су жаңа салоннан көлік алдық. Бұл машинаны біз кәдімгідей жолдасым екеуміз армандаған болатынбыз. Алдын ала босанбай тұрып, жаңа таразға барып визуализация жасап, машиналарға отырып, көріп дегендей да. Сөйтіп жүргенде Алланың қалауымен 2 айдан кейін мінекей осындай ақ су жаңа ақ көлікті болып қалдық. Құттықтап қойсаңыздар болады. Сіздерге айтам деп жүрген жаңалығым осы. Мүмкіндігінше қыздар ақ параққа, ақ дәптерге өздеріңіздің ойыңызда, армандарыңыздың барлығын түсіріп жазып жүріңіздер. Мен осылай ақ қағазға жазуымның арқасында барлық армандарым жай-жайдан орындалып жатыр. Сіздерге жұғысты болсын, құттықтап қойсаңыздар болады. Негізі армандарыңызды жазасыздар ма? Енді бұл машинаны айдауға қорқып жүрмін. Қорқынышты қалай жеңуге болады? Комментарийға жазып кетіңіздер. Кәдімгідей қорқады екенсің машинаны. Жолдасым үйретіп жатыр, сонда да қорқыныш бар менде.